Марат Омаров сіздерге ұнады ма? Біраз сұраққа Марат Омаров мырза білмеймін деп жауап беріп жатыр да. Демек, мына жұмыс хобби демесек те бәрібір екінші жұмыс қой. Қоғамдық жұмыс деген сияқты. Үлгересіз бе деген еді. Ана жақтағы деп қалды. Масқара сұмдық мынау. Тосып тұрсақ болмайды деп. Қазақша сөйлемейтінін негізі айтуымыз керек біз, андай қазақша сөйлейтін адам сияқты қылып көрсетіп жатыр да оны. Күліп қояды да, бұл енді типа хай уровень деген секілді ғой, енді шетелде оқып келген, өзі айтты, иә, Ұлыбританияда оқып келген. Ол жерде кәдімгідей, ей, Гарибянды кім айтты ол? Әлем чемпионатының іріктеу кезеңінде Черчесов қанша ұпай алады? Сол ұпайды мысалға біздің отандық бапкерде алып келе алады деген секілді ғой. Қазақстаннан кеткеннен кейін 10 миллион айлық алдыңыз ғой деген кезде оның 5-еуі ғана маған түседі деп айтады ғой ашығынан. Басқа бапкер келген кезде үнемдемейді ау. Ар жақта миллиардтар деген әңгіме болып жатқан кезде. Маңызды жаңалықтар бүгін талқылайды біздің қонақтар. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, Sport Plus YouTube арнасында кезекті подкаст. Бүгін бізде қонақта Астана қаласында соққы және голдың не деп айтсақ болады? Соққы және голдың резиденттері дей салайықшы. Әлімжан Асқар және Бексұлтан Келіпов. Директоры. Сіз? Директордың директоры. Жігіттер, қош келдіңдер Астанаға. Қош көрдік. Не істеп жүрсіңдер Астанада? Айтыңдаршы. Астана суық, Алматы жақсы деп Бексен айтып едім. Астана қатты суық емес екен. Бізге келгенге жаңа жылып әдемі болып тұр. Астана жылы қарсы алды бізді бұл жолы. Астанада суперкубок ойын өтеді ғой. Соған келгенбіз және ана бірінші бұл YouTube арнасымен соққы және гол бірігіп бір арна ашқанбыз. Сол жақта апта сайын енді шығарылымдар бар. Жалпы Астанада да енді жұмысымыз көп. Енді конкурент емессіздер, енді достарсыздар. Біз басында конкурент болмағанбыз. Жақында біз Қазақстан футбол федерациясының жаңа президентімен кездесуге бардық. Бұл кездесу жалпы жанкүйерлердің көбісі жабық форматта өтті ме, ашық форматта өтті ме, ашық форматта өтсе неге ютубта Ханалиұлы Алиевпен секілді тікелей эфир неге болған жоқ деген сұрақтар көп. Жалпы Омаров мырзамен кездесуге, Әлімжан, сендер сол кездесу үшін арнайы 2 күн бұрын келдіңдер Астанаға, рас па? Сол кісімен танысу үшін, сұрақтарыңызды қою үшін, жалпы сол кездесуден алған әсерлерін, жалпы бірінші сұрақтан бастайықшы. Марат Омаров сіздерге ұнады ма? Маған сөз ұнады. Сөз ұнады және командасында Нұрсұлтан Құрман ағамыздың болғаны ұнады. Енді біз Нұрекенді қатты сыйлаймыз ғой, ол соққы және голға ылғи Алматыға келген сайын қонақ болып кетеді. Ылғи бізге жалпы жақсы қарап жүрген ағамыз, сол кісіні кеңесші қылып қасына алған кезде және Нұрсұлтан ағамыз тек кеңесші болып кеңес бермей, іспен де дәлелдеп біраз тірлік тындырып жүргені, жалпы бірден жұмысқа кірісіп кеткені бізге қатты ұнады. Екіншіден, мына презентациясы керемет енді. Кәдімгідей 30 миллиард теңге тартамыз, спонсор келеді, бас демеуші 30 миллиард теңге береді дейді. Бұл бір. Екіншіден, Каспий Групп сияқты, Freedom сияқты компаниялар демеуші болады. TAF Group демеуші болады. Біз академиялар соғамыз. Индрайвер 250 миллион теңге аймақтық футболға бөледі деді. Жалпы соның барлығы маған ұнады. Бірақ енді бір жағынан осының барлығын бөледі, істейміз дегеннен гөрі бөлді, істедік деп айтқанда мен бақыттырақ болатын едім. Дегенмен сондай ірі компаниялармен келісіп қойғаннан кейін енді айтатын шығар, келіспей бұның бәрін айтады. Нақты нәрселерді айтты, мысалы Каспиймен келісім, Freedomмен келісім, жалпы барлық Аэростанмен келісім. Аэростанмен нақты келісіп қойдық. Каспиймен қазір енді 3 қаланың біреуінде таңдап жатырмыз деген сияқты. Сондай ақпараттар болды. Мысалы бізге демеуші Каспиймен Freedom болады дей саған жоқ та. Freedom келеді, Қарағанды академия соғады, Каспий келеді, Алатау қаласы құрылып жатыр, сол жақта академия соғады, Маңғыстауға спонсор іздеп жатырмыз, Эйр Астана футболшыларымыз тасиды, төрешілер тасиды деп кәдімгі әңгімесі ұнады. Өте ұзақ күттім бұл баспасөз мәслихатын. Бірақ біз 2 күн бұрын келген жоқпыз. Сол баспасөз мәслихаты 11-де болды, 10-да келдік қой, бір ұйықтамай. Өте ұзақ асыға күттім десек болады. 2 апта алдын күн санап не болар екен деп маған өте қызық болды. Өйткені осы желтоқсан айында президенттікке сайланды. Сөйтіп, содан кейін барып қазір міне бірінші рет ашық баспасөз мәслихатын бізге беріп отыр. Және осы 2 ай ішінде де біраз жаңалықты естідік қой. Мысалы, Қазақстан футбол федерациясына жаңа QFL, яғни лига бірігетін болды, немесе қосып алды, қайта тартып алды дейтін лицензияны. Сол қатты қызықтырды.
кейін барып жаңа спонсор кім болады екен деген сияқты ше, қандай банктер, қандай компаниялармен келіссөздер жүргізілді. Сосын УЕФА-дан төрешілер келеді және сол төрешілермен біраз тренинг, лекция деймін, жалпы тексеріс болады. Соның барлығы маған өте қызық болды. Жалпы көңілмен шықты. Өте қысқа болды, 1,5 сағаттай, бірақ өте жоғары темпте дейді ғой. Сұрақтар да жақсы, және жауаптарды да жақсы жауаптарды естідім. Бексұлтан деген төтесінен сұрақ қойды ана жерде. Ең соңғы сұрақ болды ғой Бексенке. Сіздің денсаулығыңыз үшін ақ қойсақ бола ма? Бола ма? Болмай ма? Міне сұрақ. Жоқ, бұл жақсы сұрақ қойды. Мысалы, сіз антимонополия қызметінде жұмыс істейсіз, ол сіздің бірінші жұмысыңыз. Ол да өзінің презентациясында айтып жатты да, менің бірінші жұмысыма қатысты байланысты негізгі жұмысым. Демек, мына жұмыс хобби демесек те бәрібір екінші жұмыс қой. Қоғамдық жұмыс деген сияқты. Үлгересіз бе деген еді. Ана жақтағы деп қалды бәрін ерегем жетеді деді. Фамилиясын жазып алыңдар. Жеке әңгімеге қалдырыңдар бұл баланы. Бексұлтан, я попрошу вас остаться деп. Ол сұраққа да негізі кездейсоқ келдім, өйткені бүкіл сұрақты қойып қойдым бәрі. 40 минуттай өзінің презентациясын таныстырды, сосын журналистерге 30 минут берді. Сосын жылдамдықтай қысқа сұрақ болсын деген сияқты өтініштер басталды соңына қарай. Кейін барып, ұзақ 2 ай бойы күттім бұл баспасөзді. Презентацияны қатырыпты енді. Көрініп тұр, мемлекеттік қызметте лауазымда жұмыс істейтін, ол жақта барлық презентацияны қатырады ғой, бәрі сандар, әдемі. Кейбір жерде енді дұрыс презентациямен оның айтылған ақпараты қарама-қайшы болды да, бірақ енді ол қателік деп адами фактор ғой негізі. Сонымен бір нәрсені ғана байқадым, оны InDrive 250 миллион теңге бөледі деп жазды да, ал Марат Омаров 500 миллион деді. Сон кейін кім Нұрсұлтан Құрман ағамыз түсіндіріп кетті, ол жоқ, валютасынан шатасы. $500 мың, ол 250 миллион теңге деп. Сондай негізі. Және де басты мәселе әрине тіл мәселесі. Мен есімде Әділет Назарбайұлы Барменқұловтың бірінші пресс-конференциясы, ол алдындағы президент, футбол федерациясын қазақша өте бір енді андай бір нашар білді деп айтпаймын. Бірақ уақыт өте келе бүкіл пресс-конференция қазақша өте бастады, өзінің және ойларын қазақша жеткізе бастады. Естеріңізде ме? Бұл Марат Талғатұлы Омаров алғашқы президент сайлаған кезде көбісі қазақша білмейді, тағы біздің президент ойбай ана тілде сөйлемейді, бірақ кешегі пресс-конференцияны қазақша тілде бастады. Және енді қанша бір 1,5 сағат өтті ме? Соның 1,5 сағатын қанша бір 45-50 ме? Бағалайтын болсақ енді тілді меңгеру бойынша шамамен мен салыстырмалы түрде Қасым-Жомарт Тоқаев бар ғой. Соның қазақшасына келеді кішкене. Деңгейі. Қазақ тілін білу. Екі президенттің деңгейі бірдей десе. Иә. Әділет Барменқұловқа да ұқсайды негізі. Басында да солай басталды ғой. Жоқ, Әділет Назарбайұлы Барменқұловтікі бәрібір тұрмыстық қазақ тілі бар еді, оны ұрысып береді қазақша. Істесіңдер жұмысты деп. Шамамен сол, Тоқаевтың деңгейінде. Бірақ енді уақыт өте келе меңгеретін шығар. Жоқ, бірақ қазақ тілін білмейді деген енді фейк ақпарат болып шықты ғой. Фейк ақпарат болып шықты. Мен де соны негізі ол қазақ тілін білмесе, онда президент те білмейді деген сөз. Жоқ, басында негізі оқыған кезде мен де ойладым, қазір бәрін оқып шығады да, сұрақтардың көбісіне орысша жауап береді деген бір қауіп болды менде. Бізде мысалы 80% сұрақтар қазақ тілінде болды ғой. Ол кісі де қазақ тілінде жауап берді. Иә, барлығына жауап берді қазақ тілінде. Енді қазір қарасақ, бір минут. Мысалы, Әлихан Әлиевтің қазақша сөйлемейтінін негізі айтуымыз керек біз, андай қазақша сөйлейтін адам сияқты көрсетіп жатыр да оны. Ол кісінікі енді қазақшасы нашар. Ол білмейді, түсінеді, бірақ айта алмайды. Бірақ 100% түсінеді. Дегенмен анау жаттанды сөздерді 1 минутқа, 1,5 минутқа айтып бере алады. Алайда журналистердің қойған сұрақтарын енді 100% түсініп жатыр, қазақша сөйлей алмайды. Мына жақта түсініп те тұр, сөйлеп те тұр, сөйлеген кезде кішкене андай орысша сөздер қосылып кетеді, сәл бір паузалар бар, бірақ біледі деп айтуға болады. Сосын біздің әріптестер ана U21, U17 деген сөздер under зор айтады. 17, under 21 деген кезде бір-біріне қарап күліп қояды да, бұл енді типа high уровень деген секілді ғой, енді шетелде оқып келген, өзі айтты, Ұлыбританияда оқып келген, енді бүкіл енді солай болашақ бағдарламасымен оқып келген балалармен араласқан кезде олар да сондай сандарды ағылшынша айтуға тырысады. Студенттік лига деген сол шетелден әкелген сияқты қызық. Өзі де ойнағаннан кейін. Жоқ, бізде бұрын болатын студенттік лига деген себебі. Мен универде оқып жүрген кезде үлкен бір жанжал болған. Астанада студенттер лигасы болып финалда ЕНУ мен Казгу ойнап,
енудың сапында казгудың футболистері болды. Анау менің группаласым маған қарсы ойнап жатыр ғой деп кәдімгідей шу болды. Қазірде бізде андай болады ғой, Спартакиада, Қазақстандағы. Мысалға Таразда туылдым ба, Тараздан ойнауың керек. Мысалға басқа спорт, футбол, баскетбол, және волейбол болсын, бірақ алады да өзінің пропискасын Тараз қылып жібереді да, мысалы Шымкентте туылсаң, сөйтіп Тараздың атынан ойнай береді деген секілді моменттер ғой енді. Жарайды ол. Бір-екі утопия болды ма Әлімжан Бексұлтан сен үшін президент айтқаннан? Осы дұрыс емес, осы орындалмайды ау Қазақстанда деген. Меніңше жаңағы колледждік студенттік лигалар, школьный лигалар меніңше әзірше утопия. Оған қатты күш қажет жоқ қой. Қатты материал да қажет жоқ, ақшалай тұрғыда да шығын аздау. Утопия бойынша 30 миллиард утопия емес пе? Иә, 30 миллиард жоқ. Сенімдім 30 миллиард дегенде ол шамамен 3 жылға айтқан шығар. Жаңа студенттік лиганы жаба салайық. Ол жердегі бір минусы ертең сол студенттерді мәжбүрлеп көрермен қылып қояды. Сол жаманда мен өмірі 4 жыл оқығанда общагада қалғың келе ма, онда сен Астана матчтарына барып, мен Астана футбол клубы. Бірақ енді соның арқасында қазір нан тауып жеп жүрмін. Рахмет. Еуразия ұлттық университетіне маған физика, техника жағынан ешқандай білім бермесе де, спорт түсіну жағынан күшті білім берді. 500 теңге беретін. Және апарып әкеліп тастайтын. Ол жақсы ғой. Иә, ол кезде өзіміз 15 мың теңге стипендия, күнде 500 теңге деген сөз ғой, енді бір айға 15 мың болса. 500 теңге беретін, ақша бермейтін жерлерде шаймен сникерс беретін, Нұр Отан, Қазақстан деп отыруым керек ол жерде бірақ. Автобуспен алып кетеді, Астанаға жанкүйер боласың. Сөйтіп мен Астанаға жанкүйер болып кеткен ғой. Мысалы адамдар ойлайды, қалай Астанаға жанкүйер болуға болады деп ше. Ақшаға ғой басында. Баскетбол клуб, хоккейге апармайтын айтпақшыдай. Барыс онсыз да толатын ба? Баскетбол клуб, Астана футбол клуб, неге баратын сондай тағы да? Түрлі спорт түрлеріне бардық енді. Осы жолда студенттік лига болса, енді шынымен жанкүйер болып өзінің университетін қолдайтындар табылар, бірақ сонда да бір мәжбүрлеп жіберетін сияқты. Бексұлтан? Ол енді университеттің басшылығы жаңағы. Утопия бойынша көп біраз сұраққа Марат Омаров мырза білмеймін деп жауап беріп жатыр да. Яғни Өтесінен білмеймін емес енді бүйтіп айналып келгенде. Иә. Осылай қазір енді келіссөздер жүріп жатыр. Сол үшін де утопия болатындай да әңгіме болған жоқ. Бір сәл күмәнмен, күдікпен қарайтын, ол әрине стадиондар мәселесі ғой. Оған қанша жыл күйдік, мынау стадион соғайын деп жатыр екен, міне макеті дайын. Бірақ федерация ол стадион соғуды шешпейді ғой. Әсер етсе де, мысалы облыс әкімдеріне кім біледі, күш жете ме, жетпей ме, кезінде одан да мықты, одан да сөзі лауазымды президенттер болды ғой бізде. Президент болды. Жоқ, екеуі екен президенттер. Екі президент болды. Имандос. Ол кісілер де, мысалы, өзінің президенттік срогында ешқандай стадион соққан жоқ қой. Мысалы, екі-ақ стадион ғой, былай. Түркістан, Астана. Енді бұл жерде біз қанша? Қызылордада, Шымкентте, Ақтөбеде 3 стадион мысалы. Бірақ Қызылордадағысы енді кәдімгідей бой көтеріп қалды ғой. Іргетасы емес, кәдімгідей. Отыратын орындарына дейін жетіп бара жатыр. Сол анау жастар арасындағы евро бар ғой. U21, U17. U17 соған сәл сеніңкіремей тұрмын. Жоқ, ол стадион салынса да, мысалға Қызылордада стадион салынды делік, келеді Англия ұлттық емес, және U17 құрамасы, Камерун U17 құрамасы ойнайды да. Сұрақ, олар қайда тұрады? Мәселе сода ғой. Инфраструктура, және қонақ үй, гостиница, жол, барлығы қарайды ғой УЕФА деген, мысалға. Сол жағынан да меніңше бір утопия болып қалғандай болды да. Сосын жаңағы бір әріптесіміз лига конференциясының финалы өтеді деді ғой, мысалға. Мысалы, қай стадионда өтуі мүмкін? Ерсін қойды ғой дейме? Ерсін жақсы сұрақ қойды. Қай стадионда жоспарлап отырсыз дегенге де дұрыс бір мардымды жауап бере алмады, иә? Қай стадионда өтуі мүмкін конференция финалы? Әрине Астана арена ғой енді. Астана аренаның демек төсенішін сол конференция лигасына бола ауыстырады деген сөз. Бірақ төсенішті ауыстыру керек деген секілді. Ол үшін дегенмен анау қазіргі жеңіске арнап соғылып жатқан манеждің біткенін күту керек. Әйтпесе болмайды ғой қайттан. Закрытый стадион білмеймін. Меніңше әзірше жоқ, сол жерде Астана жеңіс ойнай береді, немесе сіздер ойнай бересіздер деген сияқты. Медиа лига ойнайтын ана жақта төсеніштің бытышын шығармай тұрып. Дегенмен бір конференция лигасының финалына бола ана жақта табиғи төсеніш төсеп, кейін алып тастап қайтып жасанды төсеніш төсейді дегенге де сену қиын болып тұр. Сонда біз мойындауымыз керек, конференция лигасының финалын өткізуге де дайын емеспіз ғой. Сол конференция лигасы финалын өткізе алмасаң
Эстония өткізді ғой мысалы. Баку өткізді. Әзербайжан Енді Әзербайжанда болдыңдар ма сендер? Мықты. Олимпиада стадионы деген біз Грузия өткізу мүмкін. ондай стадион жоқ бізде. Сол жағынан енді бір қалай енді артық әңгіме емес, енді бір қазір тым армандап кеткен сияқты. Арман сияқты да. Арман сияқты болып иә, қалды. өйткені бәрібір де соғатын федерация емес, мемлекеттің қаржысынан соғылады, яғни мемлекет министрлік деңгейінде шешіледі, президент деңгейінде шешіледі, немесе облыс әкімі ақша бөле ма жоқ па, ол да үлкен мәселе ғой. 25 сәуір күні Александр Чеферин келеді дейді Қазақстанға, Қазақстан футбол күніне орай. Болды ма? Инсайт деп жатыр ұзын құлақтар. Енді келеді, сөйтіп көреді ғой енді. Астана аренаға барып көре ме? Астана аренаны көріп, жақсы екен ғой сендерде стадиондар деп кетсе, Бірақ стадион алаңға кіргізбеу керек те. Сырттан дейді, айналып. Ішке кіріңіз. Баспаңыз деп әлі дайын емес деп ше. Негізгі мәселе стадиондар болып тұр ғой, инфрақұрылым. Қаншама кім ауысса да, кім келсе де, кім қанша жұмыс атқарса да, айтпақшы алан бағдарламасы да ары қарай өзін өмірін жалғастырады деп айтты, иә. Қайтадан жаңа 9 ма 7 облысты айтып кетті ғой, мына облыстарда салынады. 9 иә, алан бағдарламасы енді бізге керек, бірақ енді ол жерде жай ғана алаңдар ғой, енді жаңағы жастар, кішкентай балалар, жасөспірімдер ойнайтын бұл жаңағы үлкен матчтарды қабылдап ондай деңгейге жетпейді. Мен бір таңғалғаным, QG лига туралы ешкім сұрақ қойған жоқ. Әлімжан, сен QG лиганың амбассадор деп айтуға келе береді, иә. Енді бәріміз QG лиганы жақсы білеміз ғой. Дастан Сатпаев. QG лига мені амбассадор деп айтпайды, бірақ мен өзім амбассадор деп айтамын. QG лига туралы бір сұрақ қойғым келген негізі, бірақ енді асыққаннан кейін жарайды. Ол кісі қазір енді ол сұраққа жауап бере ме, жауап бере алмай ма, білмеймін деп. Жоқ, Реал Спорт өкілдері келген кезде айтты ғой, біз QG лигаға қатысқымыз келеді. Сол жағы қалай болады деген кезде айтты ғой, біз QG лигамен қайтадан кездесіп жалпы мәселені зерттейміз деді. Енді менің ойымша QG лигаға қатысты мысалы қандай сұрақ қоюға болады? Жекеменшік ақшаға Тимур Турловтың ақшасына істеп жатыр, әдемі істеп жатыр, чемпионат бар, ұшады, келеді, қонады, өмір сүреді, тамағы дайын, балалардың бүкіл жағдайы жасалған, трансляция бар, жоғары деңгейде түсіріліп жатыр. Қазақстан премьер-лигасынан трансляциясы кем емес, әлеуметтік желіде өте белсенді, матчтайлері КПЛ-да болу керек, матчтайлерді QG лига істеп жатыр. Меніңше QG лига қатысты, мысалы, менде сұрақ жоқ. Енді сен білесің, былтырлары Қазақстан футбол федерациясы QG лига арасында екеуінің андай бір қалай еді, официально андай болмаса да бір конфликт, иә? Бірақ бәрібір салыстырды адамдар. Ермұхамед Мәулендер де бірнеше рет Елдос Ахметтермен бір подкаст шықты ғой, шоу подкаст. Соны да көрдік, былай да көрдік, екеуін салыстырды ғой, халық салыстырды ғой. Неге QG лигада трансляцияның деңгейі жақсы, сол стадион, сол интернет, сол оптоволокно, қайта-қайта айта беретін сөздер, ал КПЛ-да ондай трансляциялар жоқ деген секілді ғой. Енді меніңше бұл жерде енді Тимур Турлов та айтып кетті ғой, жаңа Марат Талғатұлы, иә, жақсы қарым-қатынаста араласады, ақша тапқысы келеді, және көптеген енді Freedom демеуші болып кіріп жатса, 30 миллиардтың бар ғой, Freedom емес дейді ғой. Freedom емес па? Меніңше сондай ақпараттар келді, Freedom болуы мүмкін деп. Нұрсұлтан Құрман біз Әлімжан Тасболатұлы әріптесімізге сұхбат берген кезде Freedom мен Каспиймен деңгейлес деп айтты. Қай банк? Банк болса, онда Әлекен жасыл банк па деп сұрады, жоқ деді. Онда Жусан ғана қалады банк болса. Жасыл емес қой енді. Тоқсары. Иә, Тоқсары дей ма? Білмеймін, мүмкін банк емес шығар. Бірақ сол Freedom мен Каспиймен деңгейлес деп инсайт сияқты айтты. Көреміз, не болса да, меніңше бірақ енді банк шығар енді сонша. 30 миллиард ақша деген бір жылға емес шығар. 3 жылға. 3 жылға, иә. 10 миллиард. Ой, қомақты қаржы ғой. Енді 10 миллиард қазір федерацияның бір жылдық бюджеті ғой, 2 есе көбейтеді деген. Сонымен қоса букмекер емес қой. Букмекер емес. Иә. Оған қалай не істедіңдер? Букмекер болмайды, бейтингтер болмайды деп сондай бір жаңалыққа. Жалпы қалай қарайсың? Марат Омаров тағайындалған кезде мен бірден айттым. Әлімжан куә. Бұл кісі енді антимонополияда жұмыс істеген, яғни бәсекелестікті қорғау және дамыту комитет агенттігінің бастығы, иә. Және бұл кісінің бірінші сол негізгі айналысатын жұмысы осы үлкен компаниялар. Каспий болсын, Freedom, InDriver, Яндекс, Жусан болсын, Жусан, барлық үлкен компанияларына қарайды, солардың жұмыстарын бақылайды, тексеріс жүргізеді, және жалпы Марат Омаров пен басқа ірі компаниялардың арасында өте
жақын қатынас бар. демеуші Марат тарта алады десек, Омаровқа мына компаниялар енді қарап тұрады ғой бүйтіп. Бізге осыны істеуге бола ма, болмай ма деген сияқты. Әйтпесе енді мемлекеттен жалпы мемлекеттің атынан басқаратын осы ережелерді қоятын, заңдарды қарастыратын дәл осы Марат Омаровтың агенттігі болып тұр. Сол себепті осындай үлкен ірі компаниялар, мысалы Файерстан бар, Эйр Астана, соларды да міне тартып отыр. КТЖ бар, иә. КТЖ бар, барлығы бар. Қазақтелеком кіріп жатыр. Қазақтелеком айтпақшы, интернет оптоволокноның бәрін барлық стадиондарға тартамыз деп жатыр. Сол себепті Марат Омаровтың осы президенттікке тағайындалғаны сол жағынан маған өте жағымды болды, қуанышты болды. Жаңағы QG Лиганың жобасы бар. Енді оның QG Лига туралы QG Лиганың өкілдері Бекешан Ардақұлы дұрысынан жақсырақ айта алатын шығар. Мен егер президент болсам, федерация президенті болсам, QG Лиганы мысалы Турлов мырзаның командасы жасап жатыр, Рохсул Шоқтың командасы жасап жатыр. Соларға тапсырасын да бүкіл жетістіктерін өзіне тартып отыра бересің. Федерацияның қолдауының арқасында QG Лига жасалып жатыр. Ең дұрыс шешімі сол болады еді. Оған қарсы шығып, оны көре алмау, аяқтан шалу деген ол өзінің лицензияны сен QG Лигаға беріп, сосын QG Лигаға тиісіп отыру, өзіне өзін тиіскендей болады ғой. Сонымен қоса Тимур Турловты жалпы саяси бәсекелес деп айта алмайсың ғой. Өйткені ол өзінің кәсіпкер және шахмат федерациясының басшысы. Бас назар шахматта. Енді екі бірдей федерацияның басшысы ол келмейді ғой. Сол себепті де былай саяси қарсылық емес, достасу керек. Енді сол ірі компанияларға өтеміз ба? Достар, бізде керемет жаңалық бар. Енді Спортпульс сайтында футбол әлеміне толық енуге мүмкіндік бар. Барлық матчтардың лайв нәтижелерін бақылап, өткен ойындардың қорытындысынан хабардар бол. Сондай-ақ сайтта алдағы матчтардың күнтізбесін және чемпионаттардың турнирлік кестелерін көруге болады. Футбол жаңалықтарын Спортпульспен бірге бақыла. Сол мен айтқанымша ірі компанияларға тартты ғой енді, тартып жатыр енді. Бірақ сөз өтеді. Бірақ бір андай ірі мәселелерді шешіп, шағын және халық назар аударатын мәселелер тыс қалмайды. Дұрыс айтып жатсың. Мысалы, ертең КПЛ басталады. Иә, трансляция басталады. Майда шүйде енді салыстырмалы түрде осы күндестер операционный жұмыстар дейді ғой. Оның барлығын енді Давид Лория, сосын барып Нұрсұлтан бар, кейін тағы да кім, жалпы басшылар да бар ғой. Кеше енді кімге сілтеді? Давид Лорияға сілтеді, Нұрсұлтан Құрманға, сосын Демьян мырза календарь. Күнтізбені түсіндіріп берген. Енді сол кісілердің кәсібилігінде болып тұр. Және адалдығында дейді ғой. Иә, енді негізі мынау жүйе өте дұрыс. Мысалы, ол басшы, президент сондай спонсорлар тарту, мемлекеттік істерді атқару, жоғары ірі тірліктерді істеп, майда шүйдаларды командасына қалдыру керек. Негізі дұрыс сол. Әйтпесе Қазақстан футбол федерациясының президенті мына Ақтөбе Қайрат матчында 78-ші минутта повтор көрсетпей қапты, сары қағаз берген кезде титрда қызыл қағаз көрсетті деген мәселелерге бас ауыртпау керек. Оның барлығын команда жасау керек. Сол енді командадан шатаспаса игі болар еді деп отырмыз. Өйткені ертең олар шатасса, бүкіл бәрі түбі өзіне. Командада нақты бір ғана адамнан шатасқан жоқ енді, оны білеміз. Қалған кісілерден енді уақыт көрсетеді дейді ғой. Иә, Демьян мырзадан шатаспады. Жоқ, енді трансляция мәселесіне келейік. YouTube деген сұрақ жауылды, YouTube-тан қайтадан көрсетіледі. Сол қайта бір жыл болды ма YouTube-қа көрмегелі матчтарды? Бір маусым көрмегелі. Өте сәтті шешім болды ол. Гарибян мырзаның. Біз бәріміз YouTube-та жүргеннен кейін YouTube несін білеміз ғой енді, күшін. Иә, ол жерде YouTube басы қатпайды ғой. Ал сайтқа кіресің. Мысалы Ақтөбе Қайрат кездесуінде қанша адам сол футболды көре алмай қалды. Енді бұл сұрақты мен өзім қойдым. Өте жақсы сұрақ деп айтпай жатсыз бәрі. Ерсін сұрағы жақсы, бексіз сұрағы жақсы. Сол кезде білген екенсің ғой. Сен сұрағыңды бір апта бұрын білдік қой. Иә, бірақ мен оны енді сторисіме салып қойдым. Адамдар айтады да, адамдар айтады да, келісілген сұрақ Марат Омаров дайын болды деп. Конечно, дайын болды, мен оны сторисіме салдым ғой. Ертең барамын да Марат Омаров осындай сұрақ қоямын деп. Себебі мен аудиторияның реакциясын білгім келді. Мен өзім YouTube-те трансляция болу керек дегенге 195% сенімді адаммын да, ол YouTube-та болу керек деп. Бірақ контр аргументтері бар адамдар да бар, ол YouTube-қа керек емес деген. Негізі YouTube-қа керек емес деп. Сондай мен ойладым, кішкене дискуссия болып қалады деп. Себебі осының алдында Гарибян мен Рафаэль Гарибян мен
тура осындай әңгіме болған менде былтыр маусым басталар алдында. Камерасыз жеке? Жоқ, камераға түсірілген, видеосы да бар. Ол жерде кәдімгідей, ей, Гарибянды кім айтты ол? Бар видеосы. Сол кезде Түркияда суперкубок кезінде мен ол кезде 385% сенімді болып тұрғам YouTube керек екеніне. Сосын менің сұрағым да қызық болған. Ол жерде YouTube'да көрсетесіздер ме деген сұрақ емес, YouTube'да комментаторлар бола ма деген сұрақ қойғам ғой мен андай. Ойымда да болған жоқ та YouTube'дан алып тастайды деген. Сөйтіп YouTube'да комментаторлар бола ма десем, YouTube'да трансляция болмайды дейді. Мен таң қалып қалдым кәдімгідей. Сосын YouTube'тың пайдасы қандай, не үшін YouTube'да болу керек, YouTube'тың артықшылығы қандай деген сұрақтар қоя бастады да. Бізде кәдімгідей диалог болып кетті. Мен енді барынша жауап беруге тырыстым, орысшам жеткенше. Аяқ жағында YouTube'те біз жанкүйерлерді туған күнімен құттықтай алмаймыз дейді. Бізге приложение керек, сол жерде данныйлар болады. Туған күн құттықтамады мен ешкім. Сен тіркелдің ба приложениесіне? Негізі тіркелген. Қатып қалған кезде құттықтап есіме қалдым. Қазір келіп тұрмасын, туған күн құтты болсын Бексұлтан деп енді жеткен ба, сөйтсе ең басты айырмашылығы бізде туған күнмен құттықтаймыз деді. Мен сол кезде, а это важно десем, это очень важно, мы должны знать, кто наш болельщик, кто нас смотрит деп мен айтып отырмын да, ол YouTube-тан анық көрсететін ешкім жоқ. Себебі ол Q-футбол қосымшасын 500 мың адам жүктеп алды деп, олар маусым біткеннен кейін ресми мәлімдеме берді. Рахмет Бекс толықтырып жатыр. Мен бір андай демократия 500 мың адам тіркелген жоқ. Дипломатия мен айтайын деп отырса, Бекс қадап отыр. Обзорда 20 мың адам көріп, трансляцияны 500 мың адам көреді деген. 500 мың адам жүктеді деп жазғанда, сосын сәл өзгертті деймін соны, сайтқа кірді деп. Басында бірақ жүктеді деген болды сөз. Біз таң қалып сол кезде не әңгіме айтылып жатыр деп. Енді 500 мың адам деген өте мүмкін емес нәрсе. Қазақстанда ондай футбол жанкүйерлері. Сөйтіп қосымша негізі жақсы идея ретінде жақсы кәдімгідей қосымшасы болса, ол жаққа кірсек, ертең ол бәлкім ақылы болса, біз абоненттік төлем төлесек, оның барлығы жақсы, бірақ ол да бір утопия болып қалып кетті да. Бұл біздің алғашқы қадамымыз, сол арқылы біз дамимыз деп түсіндіргісі келді маған. Дегенмен бірінші халық қазір ерігіп жүрген жоқ, бірінші бәрін дайындап, әдемілік. Мысалы ойлашы, сен Кинопоиск немесе Сетанта Спортс немесе Netflix, сендер біздің қосымшаны жүктеп алыңдар, ол жерде әлі бірде бір кино жоқ, бірақ кейін біз дамимыз, сосын Марвелдің киносын көресіңдер десе жылнысың ба дейді ғой. Сол сияқты да бұл жерде де YouTube бәрін істеп қойған саған. Бәрі дайын болды, бәрінде бар. Және Марат Талғатұлы өзінің таныстырылымда футбол барынша қолжетімді болу керек деді. Мен сол жерден ұстап аламын деп келдім да, Марат Талғатұлы армысыз, сіз футболды барынша қолжетімді болу керек дедіңіз, YouTube-та трансляция бола ма деп сұрақ қойдым, және кішкене бір диалогқа дайын тұрған едім. Өте дұрыс айтасыз, YouTube-та трансляция болу керек, мен командама тапсырыс беремін деді да, мен қуанып кеттім, әдемі дедім да, сонымен жабылды ол жерде әңгіме. 1-2 наурыз күні Қазақстан футболы басталады. Үлгермейтін сияқты, сол YouTube-та үлгермейтін сияқты, себебі 10 күн қалды, бұл әңгіме бүгін қозғалды, үлгермейтін сияқты. Дегенмен сол жерде де айтты ғой, енді біздің команданың үлгергеніне байланысты деді, бәрін басынан жасаса, кішкене күте тұрамыз, бәрібір суперкубок мысалы Қазспорт көрсетеді. Бірінші, екінші наурыз күні. Әдемі болады енді ол суперкубок, өте әдемі деңгейде. Енді Қазақстан футбол федерациясы жалпы лиганы өз қарамағына алды. Ал лигадағы басты жұмыс, 80% жұмыс ол трансляцияны құрайды. Егер сен трансляцияң керемет болса, бұл сен жұмысты керемет атқардың, мықты жалпы осы тарихтағы үздік президентсің деп мақтауға келеді да. Ал бағанағы Эйр Астанамен футболшылар ұшады. Оның барлығы көрінбей кетеді. Деген сияқты. Ол халыққа маңызды емес қой негізі қарап отырсаң. Трансляциямен көрсетсең, бұл жерде футболда жалпы бум болады деп ойлаймын. Мысалы QG лигада футболшылар тегін ұшып барады, тегін қонақ үйде жатады ғой, жақсы гостиницада. Бірақ енді айта бермейсің ғой, сендер де неме трансляция жоқ қой матчтарында қалай көреміз дейді. Бізде футболшылар тегін ұшады деп отпайсың ғой. Сол сияқты да бұл да ертең норма болып кетеді. Эйр Астана бар, Қазақтілік бұрыннан бар сияқты ол. Трансляция ол күнде керек нәрсе да, ол басты мәселе, ол басты. Көрермен керек нәрсе ғой. Бассыз көрермен ғой, ал жаңа футболшылардың арасында. Сол орталық матчдейлерде дейміз ғой, бірінші таймнан кейін студия, таймның басында, бірінші таймның басында студия, ойын аяқталғаннан кейін студия, пресс-конференция, кәдімгідей бір өте жақсы деңгейде өтеді ғой, мысалы QG лиганы. Және әрбір КПЛ матчтарын қарап отырсаң, енді YouTube-тан көрсетсе, негізі
сонша бір қатты ақшада емес қой, сондай бір команданы алып, жаңағы жүргізушісін алып деген секілді. Әрбір енді командада бұл жерде маңызды ғой, әрбір команданың өкілдері, әрбір команданың басшылары да оған атсалысу керек. Жалғыз федерация оларға істеңдер жігіттер, бәрі бүйтеміз десе де бола бермейді. Сол үшін бұл жаңағы КПЛ-ға қатысып отқан командалардың басшылықтарына да байланысты. Жай ғана міндет дейсің болды бұл жерде, басқа жоқ. Жоқ, ол міндет сен білесің ғой енді. Бір жағынан міндеттей алмайсың ғой барлығын. Екінші жағынан білмеймін. Бұл жақта да андай жалғыз федерация енді барлық өзіне алып отыр ғой, мысалға. Бұрын жан жақта болып айттық қой жаңа. Бәрін өзіне алып отыр да, бір жағынан бір вакуум ертеңгі күні атылып кетпесе деп ойлаймын. Маусым ортасында. Бұл маған өте қатты ұнады бұл шешім, яғни федерация лиганы қарамағына алған деген. Өйткені ертең маусым соңында біз тікелей Марат Омаровтан не үшін трансляция нашар болды деп сұрай аламыз да. Бұрын мысалы лига мен федерация бөлек болды ғой. Типа бөлек қой. Негіз бөлек емес екенін жалпы бәрі біледі, бірақ қағазда лига бөлек, федерация бөлек. Лигаға барып трансляция не үшін нашар десең, федерацияға сілтейді, федерацияға барсаң, ой, біз тек ұлттық құрама дейді. Жалпы кімнен жауапкершілік кімде екені түсініксіз болатын. Әрбір ситуацияда ше. Мына ситуацияда лига жауапты, мына ситуацияда федерация, жалпы футбол ететін еді. Қазір енді барлық федерация болғаннан кейін бар жауапкершілікті алған соң нәтижелердің де оңалатын мен үмітпен күтіп отырмын. Федерацияның және біз айттық қой, және трансляцияның маңыздылығы және Қазақстан чемпионатының қалай өтуіне байланысты, және Омаровтың да біз деңгейін қалай жұмыс атқарып жатқанын бақылай аламыз. Және тағы да бір сондай бір фактор, көрсеткіш, ол ұлттық құрама. Ол енді 80% көрсеткіш негізі. Бұрын федерация тек сол бастысы ұлттық құрама әдем болса, сол витрина еді. Енді қазір чемпионатта алды да кішкене жауапкершілігі артты. Бірақ қазақ жанкүйері ұлттық құрамамыз мысалы Еуропа чемпионатына шығып жатса, енді Құдай қаласа әлем чемпионатына шығып жатса, мынау трансляцияның сапасы дегенге бас ауыртпайтын едік біз. Енді соған ақырындап сол мәселеге оралайық. Өйткені жақында біздің ұлттық құрама демей қойық. Резерв Қазақстан 2, Қазақстан 3, қалай айтсаңдар да бәрібір резервтік құрам 2 жолдастық ойын өткізді және екеуінде де ұта алмады. Біреуінде тең түстік, бірде-бір қырғыз командасымен, жоқ, өзбек командасымен, Локомотив Ташкент. Екіншісінен 2-0 ұтылып қалдық. Бұл жерде енді жарайды, команда қазір ойынына тоқталмаймыз, персоналиге тоқталмаймыз. Оған қоса біз Өзбекстанға қарсы матчты көрмедік те ғой. Көрмедік те ғой. Бұл жерде ең маңызды ұлттық құраманы баптайтын фигура. Али Алиевич Ханалыұлы Алиев ұлттық құрамада ИО міндетін атқарушы, уақытша жұмыс істеп жүргеніне. Бұл жерде енді қалай ойлайсыздар? Бұл маманды Қазақстан маманын қойған қалай қабылдандыңдар? Өйткені меніңше қара, енді қазір біз біліп тұрмыз ғой, оптимизация, санға жақын және президент, 10 миллиард табыс, 14 миллиард шығыс. Бұл жерде бәрін ашық айтты ғой, бүкіл саны, Бұл жерде 10 миллиард, 14 миллиард және де бұндай ашық болмапты. Цифровой теңге деп жатыр, мысалы, мен түкті түсінген жоқ, бірақ зор нәрсе сияқты. Керемет нәрсе ол. Цифровой теңге деген. Цифрлық теңге деген жалпы мемлекеттен ақша бөлінеді ғой клубқа. Және барлық транзакциялар белгілі болады, ашық болады. Мысалы, 1,2 миллиард бөлінді, оның 10 миллионы мынау легендер кетті, 5 миллионы ұшуға кетті деген сияқты. Мынау қонақ үй. Оның бірақ бәрібір 100% емес екен ғой шешімі. Гостиницаға барасында сендерге 70 мың теңгеге нөмір алайық, бірақ бәрібір де ол тәуекелі ғой. 140 мыңнан өткіземіз. Тәуекелі ғой бәрібір де. Бірақ ертеңгі неге жақсы да, андай аудит жүргізген. Жоқ, анау легионерлердің көбісі Қазақстаннан кеткеннен кейін 10 миллион айлық алдыңыз ғой деген кезде, оның 5-еуі ғана маған түседі деп айтады ғой ашығынан. Ол мынау цифрлық теңге шешпейді оны. Цифрлық теңгені кейін қалай обналичить, сол мәселе бар ғой. Мысалы 10 миллион теңгені алдың, оны сен қалай жаратасың? Жоқ, біреуге айлық болып түседі ғой. Сол айлығынан әкеп береді ғой соны. Цифрлық теңгені кейін обналичить етеді, кейін барып қалай жалпы цифрлық теңгеден наличкаға шығармағанша ол цифрлық теңге болып қала береді ғой негізі. Және осы мәселеде бас бапкер ретінде қазақстандық маманды таңдау меніңше өте дұрыс. Себебі неге? Жаңа қоссайыншы лига бойынша цифрлық теңге деп отырық қой. Жалпы аудит болған екен, 14 миллион шығын деді, 14 миллиард шығын болған екен, және сол себепті федерация лиганы өз қарамағына алған. Яғни шығын көбісі сол лиганың барлық шығын есептегенде ар жақта енді масқара сұмдық, мынау тоқтатпасақ болмайды деп сол лиганы қосқан деген. Енді Али Алиевтің жалақысы бар. Мысалға мына жерде тұрайық та, Черчесовтың жалақысы бар. Әлем чемпионатын іріктеу кезінде Черчесов қанша ұпай алады? Сол ұпайды мысалға біздің отандық бапкер де
алып келе алады деген секілді ғой. Енді мына жерде Али Алиев 5 миллион алса, теңгемен, иә, бұл жерде Черчесов басқа сумманы алады. Бұл жерде де бұл үнемдеу мақсатында біздің біріншіден үнемдеу, екіншіден отандық маман ретінде алып отқан. Мен келіспеймін. Мен үнемдеу деген себеп жоқ. Өйткені айтып отыр, өзі айтты ғой, бізге қазір үнемдеу керек, өйткені бізде расход көп. Басқа бапкер келген кезде үнемдемейді ау. Ар жақта миллиардтар деген әңгіме болып жатқан кезде. Жоқ қой ол миллиардтар әлі. Жоқ, 30 миллиард әлі келген жоқ мысалы. Мен ойымша қанша 1 миллион доллар шығар қазір мықты бапкердің айлығы. Өйткені мен неге сұрап отырмын, осының алдында Алматыдағы подкаст болды ғой, 3 ай ма 4 ай бұрын. Біз барлығымыз бір ауыздан келістік, Черчесов болмаса, басқа бір жас шетелдік маман бізге қажет. Өйткені қазір біздің Қазақстанда ұлттық құраманы жақсы деңгейге жеткізетін, баптайтын бапкер жоқ дедік. Басты себеп менің ойымша уақыт өте аз қалды наурызға дейін. Және егер сен Еуропадан жаңа бапкер алғың келсе, оған кемінде бір 3-4 ай дайындық керек. Премьер лига матчтарын тамашалау керек, көру керек, зерттеу керек. Ал Али Алиев мырза бәрін таниды. Жалпы бірінші лига осының, премьер лига, жалпы бүкіл футболшыны таниды деп ойлаймын. Менің жеке ойым. Ал басқа еуропалық бапкерге мысалы 2 айдың ішінде зерттеп уақыт та жоқ, және одан кейін барып нәтижені де талап ету қиын болады да. Олай мен сәл освоиться алайын, тұрақталып алайын, кейін барып нәтиже беремін деп ақталып кетуі мүмкін. Сол себепті еуропалық маман бірден алынған жоқ деген пікір. Енді наурыз айынан кейін жалпы нәтижеге байланысты дейді ғой. Егер 2 рет жеңіп кетсе, қалатын шығар деп айта берейік. Әзірге егер 6 пайыздан аз болса, мысалы еуропалық бапкер сол сәуір айында бастайды дайындықты. Сәуір айында бізде премьер лига қызып жатады, және оған да материал дайын. Кейін барып маусым айында бір ойын, және шешуші кездесулер қыркүйекте. Оған дейін мысалы 6 ай спокойно дайындалады. 10 миллиардқа бюджетің көбейді, Әлімжан сен. Мықты бапкер аласың ба? Мен Алихан Алиұлы Алиевті мықты бапкер деп ойлаймын негізі өзім. Сосын оған бас бапкердің қызметін уақытша атқарушы деген статус қойып, бәрін бір тынышталдырып алған сияқты. Мысалы, біз неге шетелдік маман алмадық десек, міне әзірге ИО 2 ойын өткізсін, нәтиже нашар болса, онда шетелдікті аламыз деп. Неге қазақстандық бапкер алмадыңдар дейтіндерге, міне қазақстандық бапкерді қойып отырмыз ғой деген сияқты. Неге деген сұрақтардың барлығына жауап, бұл әзірге уақытша бапкер. Қолынан келсе, ол қалады, қолынан келмесе, онда сіздің де нұсқаңызды қарастырып көреміз деп. Өте дұрыс. Қысым азайды. Менің қалауым осы бапкер ретінде, кім бапкер болу керек деген кезде, бастысы Қазақстан премьер лигасымен таныс адам болу керек. Мысалы, Магомед Адиев секілді. Жалпы Қазақстан премьер лигасында клубтар бар ғой, 14 клуб, немесе бұрын Қазақстан премьер лигасында жұмыс істеген бапкерлер арасында таңдау жүру керек секілді. Өйткені мынау премьер лигамен танысып шығу өте ұзақ уақыт алады. Ал нәтиже бізге ертең керек деген сияқты. Өйткені көптеген сарапшылар Қазақстан футбол аңыздары және Али Алиевті уақытша жай ғана қазір президент танысын. Құралбек Ордабаев айтты, сөйтіп, иә, бүгін кеше айтты. Ол бірақ дұрыс емес сияқты. Енді біз өзіміздің отандық маманды бапкер қылып қойғаннан кейін үйтіп шалмай тұра тұруымыз керек. Мүмкіндік берілді. Енді Құралбек Ордабаев Қазақстандағы аңыз тұлға ғой, қазіргі көз тірі футболшылардың ішіндегі ең бір мықтысы осы атамыз. Оның сөзі өтімді болады дегенмен қазір қысым жасаудың керегі жоқ. Ақыр бердік па 2 ойын? Нақты оқымадым, бұл контекстен. Мүмкін, ол да дұрыс. Біздікілер қош жіберетіні бар енді. Ол кісі өйтіп айтпағаны да шығар мүмкін. Болды, осымен аяқталдық. Сау болыңыздар.